Балбармақ арнасының көрермендеріне сәлем. Бүгін біз сіздермен ши бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін 500 грамм ұнымызға жарты шай қасық сода салып араластырамыз. Және ортасын осылай шұңқыр қылып қоямыз. 270 грамм жылы суға 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. 70 грамм тоң майымызды қыздырған бойда жаңағы жылы суымызға қосып араластырамыз. Және де ұнымыздың үстіне осылай құямыз. Мен ең бірінші осылай қасықпен араластырып алам. Өздеріңіз білесіздер, қолмен араластырсаңыз да болады. Мен осылай қасықпен араластырып алғаннан кейін қолмен илей бастаймын. Бұл ши бауырсақты балаларымыз сүйіп жейді. Осылай 20 минут тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін тынған қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігін видеодағыдай етіп кесеміз. Екінші бөлігін кеуіп кетпесін деп бетін жауып қоямыз. Кескен қамырымыздың біреуін алып, осылай лагман созғандай видеодағыдай етіп созамыз. Одан соң дөңгелете отырып, осылай кесеміз. Достар, қазақ ютубының дамуына үлес қосып, лайк, пікір қалдырып отырыңыздар. Осылай істеп отырсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Алдын ала рахмет айтамын. Енді 300 грамм тоң майымызды қызып тұрған 300 грамм күнбағыс майына салып қыздырып аламыз. Содан соң ши бауырсақтарымызды бөліп отыра 5 минут араластырып жіберіп қуырып аламыз.